Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қайырлы кеш хандар мен мырзалар, армысыздар, асыл ардақты әлеумет, мәртебені төрім деп білген, сөзді қазынам деп ұққан, өнегені өрісім деп танитын, ұлын нарға, қызын арға балай білген, дархандығын даласымен өлшеген, бесігін қыдыр тербеп, бақ қарап, қыдыр қонған қасиетті оңтүстік өлкесінің асыл азаматтары бүгінгі мерекелі думанда қуанышымызға қош келдіңіздер, қадірлі ағайындар. Той құтты болсын деп бір қошеметпен той бастайық ағайын. Ардақты әлеумет, қадірлі ағайын, тойдың тақырыбы баршаңызға мәлім, тілге тиек етіп айтар болатын болсақ, адам ұрпағымен көрікті, ағаш бұтағымен көрікті екені белгілі. Бүгін міне орта жүздің аға баласы саналатын, арғын елінің туын желбіреткен асыл азаматтар, сұлтановтар отбасы ақ дастархан жайып, осы зәулім сарайдың төріне барша игі жақсыларын шақырып отыр ағайын. Төртбай атамыздың, Күлайша анамыздың батасын алып, сол кісілерден тараған ұрпақ Қажымұхан ағамызбенен Аймандай анамыздың шаңырағында мерекелі думанды той. Міне думандай немересін бір жасар туылған күні деп тұсауын кескелі барша тонның ішкі бауындай азаматтарын шақырып, қуанышымды бөлісті деп дастархан жайып отыр. Ендеше ағайын, той иелерінің той құтты болсын деп, және бір қол соғып қойсаңыздар, жарасымды болады ағайын. Адам ұрпағымен көрікті, ағаш бұтағымен көрікті дейді ағайындар. Ендеше бүгінгі айтылатын тілектің барлығы, айтылатын ниеттің барлығы осы отбасына арналатыны белгілі. Перзентің жақсы болса егерде, еңбегіңнің жанғана, жарық жылды секілді жарқырайды шамдағы. Бала деген бағымыз, келешегіміз алдағы, тәрбиелі болып өссе адамның болмас арманы дейді ағайын. Бүгін думанды төрге шығарып, тұсауын кесіп, ақ бата алсақ, елдің азаматы болып өссе деген үлкен